Ассалаумағалейкум қадірменділерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды бастайық. Арсеналдың соңғы жеңісінің арқасында Чемпиондар лигасында Премьер лиганың тағы бір клубы ойнайтын болды. Ағылшын клубтары осы маусымдағы UEFA рейтингінде алғашқы 2 орынның бірін қамтамасыз етті. Сол себепті АПЛ қосымша бір жолдамаға ие болды. Бұл жағдайда көпшілік күмәні болған еді. Маусым басталмас бұрын Англия рейтингінде соңғы кезеңдерде Арсенал бөлек Манчестер Сити немесе Ливерпуль болады деп ойлаған. Ал Манчестер Ситидің қолынан бұл нәрсе келді және Реал Мадридті айқын басымдылықпен жеңген болатын. Алайда Арсенал өз тұрақтылығын көрсетіп, жыл сайын АПЛ чемпиондығы үшін күресіп жүргенін дәлелдеуде. Олар жеңіске жете алмай жүр, бірақ Премьер лигада екінші орында кейбір топ лигалардан чемпиондықтан кем емес және екінші орынның өзі де Арсенал үшін өте керемет. Қатарынан екінші орын алып келеді Арсенал клубы ағылшын Премьер лигасында. Тодо Фичархес басылымының айтуы бойынша Лаутаро Мартинес үшін 125 миллион еуро ұсынбақ Арсенал Интер клубына. Өйткені Габриэл Жезустың жарақаты бейімділігі мен Кай Хаверстің жалған 9-лық рөлінде ойнауы ұнатуы клуб үшін қиындық туғызды. Ал Лаутаро қазіргі таңда ең үздік шабуылшыларының бірі екеніне ешкімнің шатағы жоқ шығар, ешкімнің таласы да жоқ. Қазіргі уақытта Лаутаро Мартинес өте мықты 9-лықтардың бірі. Егер де Лаутаро Мартинесті ала алмайды қалатын болса, Лаутаро Мартинестің өзі Интер клубында қаламын десе, Виктор Осимхенді алуға дайын немесе Гютеррештті сатып алуға дайын Арсенал клубы. Арсенал 9-лық үшін қанша ақша жұмсаса да лайық деп ойлаймын. Қазіргі уақытта енді тағы да бір жартылай қорғаушы алғысы келеді, Субеменди немесе тағы оның орнына Ника Уильямсты да алғысы келеді. Осы жазда Арсенал клубы трансферлер үшін көп қаражат жұмсауы мүмкін. Арсенал ағылшын Премьер лигасы мен Чемпиондар лигасын жеңу үшін жақсы трансферлер, мықты ойыншылар алу керек. Сонда ғана команда таласа алады Чемпиондар лигасына немесе ағылшын Премьер лигасына. Жаңалығымызды Барселона клубымен жалғастыра беретін болсақ, Барселона ұжымында біраз қиыншылықтар бар ақшалай жағынан және Дани Ольмо мен Пау Викторды тіркеу қиын болған. Алдындары тіркелді деді, содан кейін қайтадан тіркелмеді деді. Ал енді Дани Ольмоны қазіргі уақытта Барселона клубы ресми түрде тіркегенін жеткізген болатын және Дани Ольмо қазіргі уақытта Барсада тіркелген болғанымен жарақат алып жатыр және де клуб президенті Джоан Лапорта да ресми түрде Ла Лига Дани Ольмо мен Пау Викторды тіркегенін ресми түрде айтты. Соңғы ойындарда Барселона клубы айқын басымдылық көрсетіп жатыр. Ақшалай қиыншылық бола ма, ойыншыларда жарақат бола ма, оған бәрібір. Барса қазіргі уақытта өте керемет деңгей көрсетіп жатыр және Барселона ұжымы команданың бас бапкері Ханс Дитер Фликпен келісім шартты ұзартуға дайындалып жатыр. Енді Дани Ольмоны тіркеп алдық, Ла Лигадан өтті. Енді басқа проблема жоқ деп команданың бас бапкері Ханс Дитер Фликпен келісім шартты ұзартқысы келеді. Ханс Дитер Флик келгелі Барселонаның ойыны 180 градусқа өзгеріп кетті және соңғы ойындарда өте керемет деңгей көрсетіп жатыр. Джоан Лапорта Ханс Дитер Фликке 2 немесе 3 жылдық келісім шарт ұсынуға дайын. Командаға Ханс Дитер Флик келгеннен кейін маған Дани Ольмоны алып беріңдер деді. Содан кейін Джоан Лапорта Дани Ольмоны алып берді. Ал енді қазір Барсаның ойындары өте керемет. Қазір қандай лигада ойнап жатса да барлығына фаворит. Мысалға Ла Лигада қазір чемпиондыққа басты фаворит және Чемпиондар лигасында да фаворит және Кубок Короля Реал Мадридпен кездеседі. Сол бір ойында Барселона жеңіске жететін болса, трофейге бір қадам жақындайтын болады. Барсаның бапкеріне ой пікірлеріңіз қалай? Әрине оны комментария қалдырсаңыздар болады. Достар, соңғы кезде қаралым саны азайып жатыр. Лайктарыңызды аямаңыздар және достарыңызды жіберіп қойсаңыздар біз өте қуанышты боламыз. Ал достар, біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Арсенал туралы тағы да бір нәрсе айта кетейік. Арсенал Реал Мадридті жеңгеннен кейін Чемпиондар лигасының басты фавориті. Одан кейін енді Барселона болып қалды. Барсадан кейін Интер, Интерден кейін Пари Сен-Жермен, содан кейін Бавария, содан кейін енді Реал Мадрид. Баварияның мүмкіндіктері азайып кетті Интерге қарсы ойыннан кейін. Ал енді Арсенал өте керемет деңгей көрсетті Реал Мадридқа қарсы ойында. Марко Ройстың өзі біраз нәрсені шешіп тастаған болатын.
Ал Интерде мәселені шешкендей болды. Барселонада 99% мәселені шешіп тастады Дортмундқа қарсы ойында. Суперкомпьютердің өзі де айтып жатыр, Арсенал Чемпиондар Лигасын жеңіп алуға басты фаворит деп жатыр. Енді Сантьяго Бернабеуде келесі ойын болысына қарамай, енді Сантьяго Бернабеуде енді ойнау оңай емес ешбір клубқа. Бірақ енді бәрібір Арсеналды фаворит деп жатыр және 90% финалға шығып қойды, жартылай финалға шығып қойды деді Арсенал клубын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Негізінде Арсенал жеңіске жете ала ма, жете алмай ма? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Марка басылымының айтуы бойынша Арсеналдан Реал Мадрид ұшып кететін болса, Папа Карло жұмысынан рейсқа қуылатын болады және ойыннан кейін Реал Мадридтің біраз ойыншылары айтыпты, біз келесі кезеңге өтеміз депті. Вальверде айтқан, одан кейін Мбаппеге сұрақ қойған журналистер, келесі кезеңге өте аласыздар ма десе, біз ремонтада жасаймыз және келесі кезеңге өтеміз депті. Енді менің жеке ойымша Реал Мадрид келесі кезеңге өтеп кететін сияқты. Арсенал жақсы ойнап жатыр, бірақ енді Реал Мадрид камбэк жасайтын клуб. Мбаппенің өзі де айтты, біз Реал Мадридпіз және біз ремонтада жасаймыз депті. Енді Реал Мадридтің қолынан біраз нәрсе келетіні анық. Карло Анчелотти енді қолынан келген барлығын жасау кереген мансабында қандай тактика болды, соның бәрін дұрыстап Реал Мадридке жақсы тактика қойып беріп, Реал Мадридті келесі кезеңге өткізетін болса, келесі маусымға дейін қалалады Папа Карло өзінің орнында. Егерде Арсеналдан ұшатын болса, сол ойыннан кейін сразу қуылатын болады Реал Мадридтің тізгінінен. Ал достар, біз жаңалығымызды жалғастыра берейік. Манчестер Юнайтед туралы ақпарат айтатын болсақ, Манчестер Юнайтедтің қазіргі уақыттағы жағдайы жақсы емес. Лионға қарсы өнер көрсетті және 2-2 ойнап қалды. 2-2 ойнауға әрине себепшілердің бірі Андре Онана. Андре Онана қазір енді Манчестер Юнайтедтен кетеді. Оның орнына Давид де Геа келетін ақпараттар да бар. Рубен Аморимнің өзі де Андре Онанаға көңілі толмай жүр. Соңғы ойындарда Андре Онана біраз нәрселерді қайтарады, біраз соққыларды қайтарады, бірақ баланың қателігін жасап жүр. Енді ол Манчестер Юнайтедке лайық қақпашы емес деп жатыр. Енді оның орнына Давид де Геаны алатын болсақ, сол Давид де Геа Андре Онанаға қарағанда тәуірлеу деп жатыр. Бірақ бір жағынан қарап қоятын болсаң, негізінде осы Андре Онанаға қарағанда Давид де Геа жақсы ма деп қоям. Давид де Геа да бірақ үстінен ақ судан таза емес. Бұл да біраз қателіктер жіберетін қақпашы. Манчестер Юнайтед ұжымы Давид де Геа ұсыныс тастаған. Давид де Геаның өзі де осы Манчестер Юнайтедке оралуға қарсы емес. Эрик тен Хагпен ұшып қалғаннан кейін Давид де Геа командадан кетіп қалған болатын. Қазіргі уақытта Фиорентинада өнер көрсетіп жатыр. Енді Эрик тен Хаг жоқ. Енді осы Давид де Геа командасына қайтадан оралса болады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Давид де Геа жақсы тұра ма қақпада, Андре Онана ма? Өз ойларыңызды әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Арнамызға тіркеліп, лайк басып әрине достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.